Сәлем достар, таңғы сабақтарымызды жалғастырайық. Бүгінгі біздің сабағымыз робот answer деген сабақ болады. Және де Ansible-да жаңа бір дизайнға өзгерген сайттың түрі бар екен, сонымен де бір таныстық жасаймыз. Осыған дейінгі жасаған сабақтарымыз ескі версиямен болатын. Create new app дейміз да, робот answer деген проектін атын жазамыз. Мұнда категорияға өзгертпесеңіз болады. Және try our drag and drop деген интерфейс деген болады. Осыны try деп галочканы қоямыз. Осы галочка байқамасаңыздар, сізде бұрыннан галочка тұрған болуы керек. Create'ті басқан кезде проектіміз ашылу процесс жасайды. Жаңа дизайнымыздың сайттың бірінші беті осылай ашылады. Мұндағы менюлар, мына бірінші меню селект, яғни экран ішінде болған мысалы кнопканы қойып, осы кнопканы таңдау үшін осы менюді басып таңдау керек. Екіншісі қол жай ғана былай дизайн ішінде жүру үшін. Келесілері zoom out, zoom in, яғни біздің проекттің алыстан жақына қалай болады көріну үшін. Егер өте алыс болып кетсе, мына барын баспай фокус жасасақ, өзі жақындап келеді. Мына жақта компоненттердің орналасуы реті кішкене өзгерген. Оң жақта компоненттердің өзгеру дизайны қатты өзгермеген, бірақ кішкене өзгерген, layout деген қосылған, басқа нәрсе. Ескі версияда кнопканы кез келген жерге былай қоя алмайтын едік. Жаңа версияда кез келген жерге қоюға болады екен, және де размерін осы мышкамен сразу өзгертуге болады екен. Ол жағынан ыңғайлы болған екен. Келесі экранды ашқан кезде екінші экранда былай көрініп тұрады. Былай сразу. Ескі версияда бұнда екінші экран сразу көрінбейтін. Бөлек былай кіріп жүру керек болады. Мұнда барлық көрінеді. Көл проекттердің ішінде қалай болған былай алып көруге болады. Және де бұл версияда бізде WebView, бұрынғы версияда Android iOS болатын, және WebView деген web application, сайт сияқты ашылатындай қылып жасауға болады екен. Бірақ оған Pro версиясын сатып алу керек болса, сайтқа айлық өзінің подпискасы болады. Және қандай өзгерістер бар? Қалған өзгерістермен таныстырып кетеміз. Қазір бүгінгі сабағымызды бастайық. Алдыңғы сабақтан үйренгеніміздей, бізде көрінбейтін компоненттер енді бэкграунд тұратын компоненттер, ол блокстың ішінде тұрады. Speech, sound, share, камера дегенде advanced компоненттер астында тұрады. Қазір қалай қолданатынын үйренеміз. Бірінші әрине дизайнды жасап аламыз. Мұнда бір текст input қойайық бастапқыда. Бұнда hint дегенге input текстіміз. Тексті енгіз деп подсказка береміз. Және аттының сөзіне play деп жазамыз. Text input'тың бірінші жасайтқандай text input'тың ID-ні өзгерту. ID-ді мұна сол жақта өзгертуге болады. Edit кнопкасын басып, немесе мұнда үстіне басып өзгертуге болады. Должен text input деп осында өзгертейік. Play кнопкасын басып, play деп өзгертуге болады. Өткен проекттерде бұл көмек етеді. Қазірден басқа өзгертуді үйрене берейік. Мұнда жазған текстті play-ді басу арқылы бізге ауытпен айтып берсін. Бірінші соны жасайық. Бұл кезде қалай болады? Button play-ді басқан кезде, when button play click, яғни осы button play басылған кезде speech дейтін компонентті аламыз. Мұнда компоненттердің функциялары кішкене өзгерген. Алдыңғы дизайнға қарағанда, бірақ жай ғана ағылшын тілдеріңіз орташа білетін болсаңыздар, мұна жерде тек қана перевод жасау арқылы түсініктірді. Translation, мына сөзді мына тілден келесі тілге ауыстыр деген сияқты барлығы түсінікті болып тұр. Бұлай келеміз, say, hello, қай тілде? Ағылшын тілде. Яғни акцентпен немесе басқа тілмен осылай сөйлеп айтып береді. Бізде hello емес, бізде мына text input'тың ішінде жазған сөзді айту керек. Сол үшін hello деген орнына text input деймізді. Текст деген сол текстті әкеп бастырамыз. Бастырылды. Енді осыны view жасап тексеріп көрейік. Hi. Мұны дауысы шығып тұр. Hello. Ендігі кезекте бізде мұнда жазылған
текстті robot answer деген бойынша мысалы біз hello деп жазсақ, робот бізге hi деп жауап берген. Біз мысалы good morning деп жазсақ, робот бізге good day немесе басқа да бір сөзде жауап берген. Яғни искусственный интеллект сияқты кішкене соның бастапқы бір лейблдар деуге болады. Соны жасауға тырысайық қазір. Бұл жерде тағы бір кнопкамыз енгізейік. Біреуі play болады, яғни біздің жазған сөзімізді жай ғана айтып береді. Екіншісі сол сөзге робот жауап береді. Жауап беретін бүкіл варианттарды алдын ала өзіміз жазып шығамыз. Робот деп текстін өзгертейік. Бұның кнопкасын өзгертеміз. Button деген қандай кнопка екенін түсінбейміз. Қазір button робот деп өзгертеміз. Блокқа кіреміз да. Енді мұнда бізге логика керек. Біз hi деген кезде робот hi деп жазғанымызды қалай түсінеді? Оны түсінетін бұл логика құрастыруымыз керек. Бастапқыда control деген мындай менюға кіремізде if деген сөзді шығарамыз. If, если деген сөз. Бірінші button robotты басқызайық. Button robot басылған кезде if салынады. Одан кейін text input'та жазылған сөзге байланысты көреміз. Text input get text алынады. Енді логиканы көреміз. Логикада бізде тең, үлкен, кіші деген сияқты математикалық салыстырмалар бар. Бізге қазір тең деген салыстырма керек. Мұнда басамыз да. Және мұнда енді text input'ымызды алып келеміз. Біздің text input'ымыз тең болса, бір текст алып келейік мұнда. Егер адам hi деп жазылған болса, робот бізде не деп жауап берсін? Hello деп жауап берсін. Өзгешелік жасау үшін. Мұна компонентті дубликат жасап, мұнда қойсақ болады. Мұндағы ішіндегі дене қоймыз. Қалай болады? Button робот басылған кезде адам жазған текст hi болса, робот бізге hello деп жауап береді. Тексеріп көрейік. Мұны біз hi деп жазып көрейік. Hi басқанда hi дейді. Енді роботтың жауабын көрейік. Hello дейді. Егер hi-дан басқа сөзді жазсақ, Good. Place дейді, робот істемейді. Не үшін? Өйткені біз good деген сөзді робот қазір түсінбейді. Робот тек қана hi деген сөзді ғана түсінеді. Роботымызды кішкене күрделендірейік. Ана if-тің қасына тағы бір условиясын қоссақ болады. Else if-ті алып келеміз де мұнда қосамыз. Тағы да бір-екі else if-ті әкеліп қосайық. Роботымыз қанша сөзді түсінген қаласаңыз, сонша else if қосылуы керек. Мұнаны дубликат жасаймыз. Енді осыны құрастырып кете береміз. Егер адам good morning деп жазса, біздің робот good day деп жауап берсін, өзгешелік жасау үшін. Егер осы екеуін тексеріп көрейік енді. Мұнда hi деп жазамыз. Hi дейді. Hello деп жауап беріп жатыр. Мұнда good morning деп жазайық. Good morning. Бізгін айтып берді. Good day. Good day деп робот жауап берді. Енді қараңыздар, біз hi дедік. Hi. Hello. Егерде біз hi-ды үлкен әріппен жазсақ, Hi. айтады, бірақ робот түсінбей қалады. Не үшін? Өйткені мұнда біз hi деген сөзді кішкентай әріппен жаздық. Дизайнда біз үлкен әріппен жазсақ, бір-бірін түсінбей қалады. Осы жерде тағы бір настройка жасауымыз керек. Адам білмейді ғой, үлкен әріппен жазу керек па, кішкентай әріппен жазу керек па. Сол үшін қандай әріп үлкен кішкентаймен жазса да робот түсінетіндей бір жағдай жасауымыз керек. Ол үшін текстті кіреміз да to uppercase деген метод бар. Осы методты алып келеміз. Адамның жазған текстін осыған құрастырамыз да мұнда әкеліп қоямыз. Яғни to lowercase енгіземіз. Яғни адам кез келген текстті, яғни дұрыс жазса болды бізге hi деп. Кез келген
үлкен кішкентай жазғанымен оны lower case'ке ауыстырады барлығын, және highмен тексереді. Осы логика түсінікті болды ғой. Мұнда да әкеп соны қоямыз. Текстін көптейді артық. Қазір тексеріп көреміз. High деп кішкентай әріппен жазғанда, ол hello деп үлкенмен көреміз. High деп тағы да бір өзіміздің вариантты көрейік. Енді үлкен әріппен жазайық. Play'ді басқан себебін тексеріп көреміз, дұрыс жазбадық деген сияқты. Hello. Мына жақта hello деп түсінді. Бағана түсінген жоқ еді. Екеуін де үлкен әріппен жазайық. Түсінеді. Енді good morning дегенді үлкен әріппен жазайық. Good morning. Good day. Робот түсінді. Мына жерде мысалы екіншісін үлкен әріппен жазайық, немесе соңғы әріпін үлкен әріппен жазайық. Good day. IT-да, яғни программированияда мынау үлкен G мен кішкентай G екеуі екі түрлі. Ол адамға бірдей болуы мүмкін. Бірақ компьютерге екеуі екі түрлі. Бірақ біз мына lower case'ке ауыстыру арқылы біз компьютерге барлығын кішкентай әріпке айналдырып, сол кішкентай әріппен былай тексеріп бердік. Егер де сіздерде good morning деген арасында бір пробел емес, екі пробел тұрса, жазған кезде де екі пробелмен жазу керек. Өйткені бұл жердегі пустота емес, ол роботқа барлығы бөлек бір символ болып көрінеді. Сол кезде сіз play'ді басқан кезде good morning. Good morning. Робот жауап бермейді. Не үшін? Өйткені мұнда сізде бір ғана пробел тұр. Мұнда екі пробел болу керек. Good day. Good day деп енді түсінді. Осы жерден біз IT-да әрбір элемент бір өзінің орны бар екенін түсінуіміз керек. Мұнаны арға жалғастырып, тағы роботтарыңызды әртүрлі наворочный версияға ауыстыра берсеңіздер болады. Енді сіздерге түсінікті болу үшін осы практикамызға жаңа бір нәрсе қосайық. Ол сіздерге өзіңді сынақ деген жұмысқа беріледі. Ол қалай болады? Text input'ты қосасыздар. Жерге type here деген кезде, енді бұл жерге type басқа тілді таңдаймыз. Мұнда енді роботтарыңыз басқа тілде болсын. Ал дедік type here. Enter text Russian deyік. Не орысша енгіз деген. Кнопка play деген істейді. Бұл жерде сразу робот Russian робот дей салайық. Қазақ тілінде әлі роботтар сөйлей алмайды екен. Қазақ тілінде дауысы енгізілмеген сияқты. Тексеріп көрсеңіздер де болады. Орысшада істейді, орысша тілі, қытай тілі және басқа да тілдер. Мұнда не істейсіздер? Мұнда текст жазасыздар орыс тілінде. Және де привет десе, мына жақта доброе утро деген сияқты жауап беру. Бұл сіздерге практика ретінде болады. Бұл жерде орыс тіліне қалай аудару екен, біреуін көрсетейін. Мұнда тілді кнопканы бұлай да көбелеріңізге болады. Робот жауап береді. Мұнда ағылшынша текст жазамыз, плейді бассақ сөйлейді, робот ағылшынша жауап береді, мұнда орысша жауап берсін. Мұнда текстқа байланысты орысша жауап берсін. Мұны практика өздеріңізде болады. BTN rush дейміз. Қараңыз, бана BTN 2, BTN 1 уже ары көбейіп кетті ғой. BTN rush десек, қайсысы қай кнопка екенін түсінікті болады да. Сол үшін бұны бекітуде жасаңыздар. Мұнда келемізді, BTN rush'ын да аламыз. Бүкіл мұның барлығы бізге тура болса керек болады. Барлығына келемізді, бұлай қоя саламыз. Және барлығын басынан жасап деген қажет жоқ. Және мынақта lower case дегенде қалады да. High деген сөзге
Bizге орысша привет деп жауап берсін, және қай тілде уже ағылшынша привет деген сөзді айта алмайды ғой. Айтады, бірақ акцентпен басқада да. Біз Russian ауыстырамыз. Және де осыны тексеріп көреміз. Тексеріп көрейік. Мұны hi деп жаздық. Hi. Play'ді басамыз. Hello. Hello дейміз. Енді орысша Привет. привет деп жауап береді. Басқаша сөз жазып тексеріп көрейік. Hi. Hi дегенді басқаша жауап берді. Hello деген сөзге бізге проекті жоқ. Осы тексеріп көрейік. Hello. Play дейді. Ағылшынша жауап бермей, өйткені сөз жоқ. Ағылшынша жауап бермей керек. Вот бүгінге осы өзіңді сынаққа енді осы роботымызды орыс тілінде сөйлейтіндей және орысша жазған сөзді түркішеге немесе ағылшыншаға аударып беретіндей практика жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.